Сәлем достар, қалдарың қалай? 2 күн демалыстарың қалай өтті? Демалыстан кейін біздің үй көшіп кете жаздайды. Ертерек тұрып, шайымызды ішіп болғаннан кейін уборкаға кірістім. Үлкен ұлым мектепте түске дейін барып келеді. Екеуімен осылай үй жинаймын. Әр комнатаны пылесостап болғаннан кейін сразу полын сүрте бастадым. Шаңдарын сүртіп, келесі комнатаны пылесостап жинап жатсам, камерам қайта бүгін өше берді. Не болды екен десем, памяті толып кетіпті. Осылай душевый жуынатын комнатаны осылай пылесостап, кухняны жинап, полдарын сүртіп жүрсем, бір лайфхак есіме түсті. Соданы паластың үстіне сеуіп, үстінен қайттан пылесостаса, жағымсыз иістер кетеді дейді. Сол рас па? Кім жасап көрді? Комментарияға жаза кетіңіздерші. Мен соны жасасам ба деп едім. Айналамай осылай сүртіп жатсам, қызым жағласып кіріп алды. Бұдан кішірек кезінде ходунокқа отырғызып қоятынмын, сонда ходуноктың ішінде жүре беретін. Ал қазір отырмайды, өз аяғы шыққаннан кейін артымнан қалмай осылай жүреді. Үйді жинастырып болғаннан кейін ұлым мектептен келді. Осылай бірге отырып обед ішіп алдық.